Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиет сабағы. Бірінші бөлім. Туған жерім, аялы алтын бесігім. Сабақ тақырыбы Әл-Фараби тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңі. Сабақтың мақсаты шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз. Балалар, бүгінгі сабағымызға қатысты Әл-Фарабидің тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңімен таныс болайық. Экранға назар аударайық. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді, тағдырыңды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса зәзіл азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда дал дос өз теңнің ішінен, жүргендер көп достығатын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Балалар, енді өлеңнің мазмұнына шолу жасайық. Әл-Фарабидің тіршілікте құрыштай бол төзімді өлеңінде тәлім тәрбие, өсиет, тағылым, достық, сабырлық туралы жазылған. Өмір болған соң, адам баласы көптеген қиындықтар мен жағымсыз жағдайларға тап болады. Сол қиындықты төзімділік пен сабырлықтың арқасында жеңуге болады. Өлеңде ақын тағдырды жазғырмауға, өмірде барлығына шыдамдылық танытуға шақырады. Адам баласының басына жақсылық бірден келмейтінін, ол үшін аянбай еңбектену керектігін, сабырлы жан қашан да арманына қол жеткізетінін жырлайды. Ақын адам баласының адал дос табуын, жақсы амалмен көзге көрінуін, төзімді де сабырлы болуын қалайды. Әл-Фарабидің адамзаттың мәңгілік проблемаларын көтерген шығармалары бүгінгі қоғам үшінде айрықша маңызды. Балалар, өлеңдегі түсініксіз сөздермен таныс болайық. Құрыш, жылтыр сұр түсті, болаттың берік түрі. Мәртебе, мәрте, рет деген сөзді білдіреді. Әзәзіл, азғырушы, арбаушы. Малдану, пайдалану, пайда көру деген сөзді білдіреді. Өлеңнің мазмұнымен таныс болдық. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші тапсырма. Сұрақ: шығармада қандай кейіпкерлер бар? Адамның сапалық қасиеттерін атаңыздар. Адал дос, амал дос сөздеріне ассоциация жасаңыз. Бағалау критерийлері: шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз. Дескриптор: шығармадағы кейіпкерлерді анықтаңыз. Адами сапалық қасиеттерді атаңыз. Берілген сөздерге ассоциация жасаңыз. Тапсырма орындауға 1 минут уақыт беріледі. Балалар, жазып болсақ, жауабын бірге тыңдап көрейік. Дұрыс жауап бердіңіздер деген ойдамын. Шығармада 2 кейіпкер бар: адал дос пен амал дос. Адамның сапалық қасиеттері бауырмал, дос, ақылды, адал, еңбекқор, төзімді, сабырлы, салмақты, адамгершілік, сыйласты, құрмет. Адал дос дегеніміз қамқор, мейірімді, сыр сақтайтын, жанашыр, шыншыл дос. Амал дос уақытша, белгілі бір себеппен ғана дос болатын, қызғаншақ, амалсыз дос, есеппен жүретін досты айтамыз. Балалар, бірінші тапсырманы зейін қойып орындадыңыздар деген ойдамын. Екінші тапсырмаға көшейік. Өлеңдегі басты құндылықтарды тауып, төмендегі кестені толтырыңыздар. Сіздердің алдарыңызға 3 баған ұсынылды. Құндылық, мысал, идеясы. Бағалау критерийі: шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беріңіз. Дескриптор: өлең жолдарынан адами құндылықтарды анықтаңыз. Мысалдар келтіріп, өз ойыңызды дәлелдеңіз. Тапсырманы орындауға 1 минут уақыт беріледі. Балалар,
Кәне, жазған жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Құндылық бұл төзімділік. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді, деген өлең үзінділерінде кездеседі. Идеясы: өмір болған соң, адамзат баласы көптеген қиындықтар мен жағымсыз жағдайларға тап болады. Сол қиындықты төзімділік пен сабырлық арқасында жеңуге болады. Тағдырды жазғырмау. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма деген өлең жолдарында кездеседі. Идеясы: өлеңде ақын тағдырды жазғырмауға, өмірде бәріне шыдамдылық танытуға шақырады. Келесі құндылық: сабырлық. Тіпті кейде болса да әзәзіл азғырған. Идеясы: адам баласының басына жақсылық бірден келмейтінін, ол үшін аянбай еңбектену керектігін, сабырлы жан қашанда арманына қол жеткізетінін жырлайды. Адал достық. Таңда адал дос, өз теңнің ішінен, деген жолдарда кездеседі. Идеясы: ақын адам баласының адал дос табуын, жақсамалмен көзге көрінуін, төзімді, сабырлы болуын қалайды. Балалар, біз бүгін Әбу Насыр әл-Фарабидің «Тіршілікте құрыштай бол төзімді» өлеңіне мазмұндық талдай жасай отырып, ақынның өмір туралы түсінігінің кеңдігіне, өмірде арманға жету жолында төзімді, сабырлы, аянбай еңбек ету керектігіне көз жеткіздік. Үй жұмысы. Фарабише ой толғау. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма деген өлең жолдарына мән беріңіздер. Адамның жақсы болуы, жетістікке жетуі өзінен басталатынын, өз ойларыңызды жазыңыздар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.